Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгін мынау қоғамдық бағыттағы 8-де 7-ші және 8-де 8-ші есепті бүгін талдайтын боламыз. Бұл есепте теңдеуді шешіңдер деген. Есепке қарасақ, 5 синус квадрат x плюс 4 синус 2-ден пи плюс x тең 0 деген. Балар байқасақ, мынау бізде жаңағы келтіру формасынан келіп тұр. 90 градуста синустың мәні өзгереді, косинусқа айналады. Бұл жерде енді бізге келіп шыққаны 5 синус x квадрат x минус 4 косинус x минус 4 тең 0. Бұл жерде балар мынаны екі түрлі жағдайда ықшамдап алсақ болады. Былай ықшамдап алсақ болады, немесе былай ықшамдап алсақ болады. Мен мына жолмен шығардым, бірақ мына жолмен де сіздерге түсіндіріп өтейін. Екі жолмен де шығардым. Бұл жерде балар 5 синус квадрат x плюс 4 косинус x минус 4 косинус квадрат x минус 4 синус квадрат x тең 0 деген. Яғни мына 4-ті біз жаңағы синус квадрат x пен косинус квадрат x-тің қосындысы 1-ді береді ғой. Сол бойынша ашып алған кезде бізде 1 минус косинус квадрат x минус 4 косинус x азайту 4 косинус квадрат 2x келеді. Бұл деген сөз 5 минус 5 мынағана қосылып кетсе минус 5 косинус квадрат x-ті береді. Минус 4 косинус x плюс 1 тең 0 болады. Бұл бірінші жағдай. Мынаған қара байландырып алу, немесе мынаған қара байландырып алуға болады. Бұл да тиімді тәсіл. Бұл жерде мынаны 5 минус косинус квадрат x минус 4 косинус x минус 4 деп сразу дискриминантқа шығарып алсақ, тура бізде қайтадан мынау келеді балалар. Екі түрлі жағдай бар, мынаған байланысты және мынаған байланысты. Енді қайсысы өздеріне ыңғайлы, сол бойынша шығарсаңдар болады. Енді бұл жерде косинус x-ті т деп белгілеп алсақ, бізде минус 5-ті квадрат минус 4-ті плюс 1 тең 0, дискриминантымыз 36-тан 6 шығады. Т1-іміз 5-тен 1 шығады да, Т2-іміз минус 1 шығады. Енді косинус x-іміз 5-тен 1-іміз ол плюс минус ар косинус 5-тен 1 плюс 2 пен, ал мына жерде косинус x минус 1 бұл дербес жағдай берген екен, бізде x пи плюс 2 пен n тесті z-ке деген нені береді, есептің шешімін береді. Ал екіншісінде бізде екіншісіне қарасаңыздар, тура дәл осы бірінші есеп сияқты шығарылған, бірақ мен мына жолмен шығардым балалар. Бұл жерде 6 косинус квадрат x плюс 5 косинус, бұл жерде тура келтір формасы, мына жерде 90 градуста косинустың мәні синусқа өзгереді. Сосын бізде қалғаны 6 косинус квадрат x плюс 5 синус x минус 7 тең 0. Енді мынаны мен келтіріп алдым. 6 минус 6 синус квадрат x плюс 5 синус x минус 7 тең 0. Бұл жерде қарасақ, 6 мен минус 7 азайтылып минус 1-ді береді, қалғаны өзі қалды. Бұл жерде мынау қаяқтан келді дейсіздер ма? Бұл қайдан келді? Бізде косинус квадрат x-іміз бұл 1 минус косинус синус квадрат x-тің формула бойынша ашылған түрі. Сол бойынша ықшамдап алдым мына жерде. Енді синус x т деп белгілеп аламыз. Енді минус 6t квадрат плюс 5-ті минус 1 тең 0, дискриминанттан 1 шығады. Және x1-іміз 2-ден 1, x2-іміз 3-ден 1 шығады балар. Енді синус x-іміз 2-ден 1 болған кезде 2-ден 1 30 градуста, және 6-тан пи плюс 2 пен шығады. Ал мына жерде синус x 3-ден 1 ол акс синус 3-ден 1 плюс 2 пенге береді. Ал келесі бізде 8-де 8-ші есепті талдайық балар. Енді 8-де 8-ші есепте қарасаңыздар, так, бізге берілген есеп мынау 4 синус квадрат x минус 2 синус x көбейту косинус x тең 3 дегенді. Бұл жерде балар тура жаңағындай өрнекті бірінші ықшамдап аламыз, теңдеуді ықшамдап аламыз. Бұл жерде синус квадрат x пен косинус квадрат x-тің қосындысы 1-ді береді ғой. Дәл сол бойынша мына жерге жақшаның ішіне синус квадрат x қосу косинус квадрат x 1-ді берген екен, 1-ді 3-ке көбейтсек те оның мәні өзгермейді. Сол себепті жақшаны ашып 3-ке көбейтіп аламыз. Одан кейін мына дүниені теңдіктің оң жақ бөлігіндегі мына сол жақ бөлігіне барлығын өткіземіз. Сол кезде 4 синус x квадрат пен минус 3 синус квадрат екеуі азайтылып кетіп синус квадрат x-ті береді. Ары қарай қалған жазып қоямыз. Минус 2 синус x косинус x минус 3 косинус квадрат x. Яғни косинус квадрат x-қа бөліп жіберсек балар, бізде тангенс x мына екеуінің бөлінісі, мына жерде квадрат мен мынау қысқарады, сонымен 2 тангенс x қалады, ал мына жерде 3 қалады. Бұл тең 0 болады. Тангенс x т деп белгілеп алсақ, т квадрат минус 2t минус 3 тең 0 болады.
дискриминантымыздан 16 4 шығады. X1-ден 3, X2-ден балалар бізде -1 шығады. Енді тангенс X 3-тегі мәні X арктангенс 3 плюс P n тиісті Z-ге болады да. Ал тангенс -1-дегі мәні бұл дербес жағдайда X 45 градуста -4 P плюс P n тиісті Z-ге деген мағына білдіреді. Теңдіктің шешімі болады. Енді екінші тапсырмада косинус квадрат x минус синус квадрат x 2 косинус x минус 1. Бұл жерде балалар тура мына сияқты жаңағындай 1 дегенге мен мына екеуін алдым да, косинусты 1-де береді ғой. Соны теңдіктің екінші бөлігіне сразу көбейтіп алдым. Көбейткен кезде таңбалар өзгеріп, енді бұның барлығына сол жаққа өткізгенімде менде косинус квадрат x минус синус квадрат x минус 2 косинус x-ның таңбасы минус болады. Мынаның екеуі де плюс болып өтеді. Сол кезде синус квадрат x пен мына екеуі қысқарып кетеді да. Бізде 2 косинус квадрат x минус 2 косинус x тең 0. Бұл жерде косинус x жақшаның сыртына шығарып жібереміз. Сол кезде косинус x минус 2 тең 0. 2 косинус x 0-ге тең, 0-ды 2-ге бөлсек 0 болады да, дербес жағдайда 90 градуста пи бөлінген 2 плюс пи n тиісті z-ге деген мағынаны білдіреді. Ал косинус x минус 2 тең 0, бұл жерде 2-ның мәні бізде минус 1 мен 1-ның аралығында жатқан жоқ. Сол себепті бұл есептің шешімі, екіншісінің жауабы шешім болмайды бізде.